Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы өкілі Зәмзәгүл Тұрлыбаева Петропавл қаласы әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімі жолаушылар көлігі секторының меңгерушісі Дастан Қазиев, автокөлік одағы ассоциациясының төрайымы Галина Семеновна, мектеп директорлары кездесуге барлық мүдделі ведомстволардың өкілдері қатысты. Сонымен қатар Солтүстік Қазақстан облысы полиция департаменті жергілікті полиция қызметі басқармасының аға инспектор Азамат Жамұқов жыл басынан жол-көлік оқиғаларының 2,4% төмендегенін, балалардың қатысуымен 23 жол-көлік оқиғасының болғанын атап өтті. Наблюдается положительная динамика. Жыл басынан бері жол-көлік оқиғаларының 2,5%, оның ішінде қаза болғандар санының 56,4% төмендеген байқалады. Жарақат алғандардың саны өткен жылға деңгейде. 4%. Балалардың қатысуымен жол-көлік оқиғасын жасалуына ықпал ететін себеп-салдарлардың бірі полицейлердің ілесуінсіз өз беттерімен тасымалдауда бар. Білім мекемелері басшыларының назарларына балаларды тасымалдаудың бірыңғай алгоритм ұсынылды. Бұдан бөлек жергілікті полиция қызметі басқармасы бастығы полиция подполковнигі Айдын Байматов балалар топтарын ұйымдастырылған түрде тасымалдау кемінде 2 есігі бар техникалық жай-күйі көлік және коммуникация саласындағы уәкілетті орган бекіткен автомобиль көлігімен жолаушыларды және багажы тасымалдау ережелерінде белгіленген талаптарға жауап беретін автобустармен жүзеге асырылатынын ескертті. Бүгінгі өтілген кездесу біз үшін білім саласындағы істейтін мекемелерге өте маңызды. Себебі ең басты сұрақ, бүгінгі кездесудің ең басты сұрағы ол балаларды тасымалдау кезінде балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша. Балалар тасымалын егжей-тегжейлі ұйымдастыру қажет. Өткен сәрсенбі күні шамамен кешкі сағат 9-да Есіл ауданы полиция бөлімінің кезекші бөліміне жолдың нашар көрінуінен және ауа райының қолайсыз болуына байланысты Петропавл қаласынан Айыртау ауданына 20 баланы әкетіп бара жатқан автобусқа ілесіп жүрудің тоқтатылғаны туралы хабарлама келіп түсті. Барлық балалар мен мұғалімдер Покровка ауылындағы Қизатов атындағы жоғары ауыл шаруашылық колледжінің жатақханасына түнеуге орналастырылды. Таңертең автобус жолаушылары жолға шықты. Жалпы жыл басынан Солтүстік Қазақстандық патрульдік полиция қызметкерлері балалар топтарына ілесіп жүруді 170 рет жүзеге асырды. Мөлдір Таңырбергенова полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.